Сәлем достар, бүгін бірінші рет өмірімде осылай банк жабайын деп шештім. Бірінші рет, ең алғашқы рет жасап тұрмын. Өте оңай және де керемет рецепттердің бірі екен. Сіздермен де бөлісейін деп шештім. Менің каналымда көптеген күшті рецепттер бар. Маған жазылып, лайк басып, комментарий жазып қойсаңыздар болады. Ал кеттік, бізге ең бірінші қызанақты жақсылап жуып аламыз. Одан кейін осындай бөліктерге бөліп аламыз. Үйлеріңізде не бар, сомен езіп алсаңыздар болады. Мен бұл жерде блендермен жақсылап бір келкі маста болғанша езіп алдым. Мінекей, осылай блендермен жақсылап езетін боламыз. Өте оңай және де тез дайын болатын рецепттердің бірі екен. Енді бізге ыңғайлы қазанымызға осылай құйып аламыз. Үстіне дәміне қарай тұзымызды және де мен бұл жерде қант қостым. Қант қызанақтың қышқылдарын жояды. Одан кейін осы томатымыздың бетінде шығатын көпіршіктер болады. Сол көпіршіктерді жаймен де осылай алып тастайтын боламыз. Енді біз 20 минут қайнап болғаннан кейін үстіне сарымсағымызды қосамыз. Жаймен де араластырамыз. Содан кейін бізге томатымыз кішкене қоюлансын деп шештім. Сол үшін судың үстіне бір қасық кукурузный крахмалымызды қосып, томатымызға қосатын боламыз. Бұл жерде қосу себебім томат кішкене болса да қоюланады. Бұл өзі тұрып та өзі қоюлана береді. Қыстың күні жесеңіздер керемет дәмді болып шығады. Мінекей, бізде осындай керемет қызанақтан томат дайын болды. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, жақындарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Мінекей, мен ең алғаш жасаған осындай банка жаптым. Өте керемет және оңай рецепт екен. Каналыма жазылып, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Алдағы уақытта әлі керемет рецепттермен сіздермен бөлісетін боламын. Сіздерге көп рахмет. Сіздерге ас болсын.